Сәлем. Бұл видеода мен сіздерге алғашқы саяхатым Дубайға қалай жиналдым, қалай келдім, Дубай Молл океанариум, Абу-Даби океанариум и Абу-Дабидегі развлекательный центр Warner Brothers туралы айтатын боламын. Осы үш мекемені детально, ішінде не бар не жоқ барлығын көрсетемін. Баратын болсаңыздар, жалпы представлениеңіз болу үшін. Ал кеттік. Барлық қазақ қыздар осындай шығармыз, иә. Бір жерге шығатын болсақ, кететін болсақ, жуамыз, шаямыз, жинаймыз, барлығын прям жуып тазалап, посылкамызды да, тігетін киімдерімді де барлығын осы кететін күні жасадым ғой. Баламыздың шашын да қырықтыру керек болды. Именно осы кететін түні қырықтырып, таң ата 6-да самолет. Барлығын сол күні түні жасап тастадық қой. Түнімен чемоданымызды жинадық, сағат 3-терде шықтық. Бөпе ғана ұйықтады, балалар қуаныштар іштеріне сыймай, от волнения тоже ұйықтай алмады. Сөйтіп аэропортқа келіп қалдық. Всем привет! Да, это Вью. Мы хотим самолет первый раз. Это наш очень крутая поездка будет. Не верю своим глазам, что мы сейчас вылетаем. И вашим словам не верю сейчас, то, что мы сейчас вылетаем. Это для меня как будто в первый раз. Без сағаттай ұштық, түскі бірлерде келдік. Самолеттен шыққан кезде енді ана киіммен парға кіргендей болдық. Прям пар, ыстық, ауа жоқ. Прям пар реально ше. Кішкентай балам сразу жылай бастады андай ыстықтан. Аэропорт өте үлкен. Багажды алу үшін 5-10 минуттық жер. ЛРТ пойызбен кәдімгідей барасың. Аэропортта тағы жарты сағаттай жүрдік, пока выходқа шығам дегенше. Ауа райы ыстығына қарамадым. Кухнямнан шыққаныма қуандым. Негізінде 7 күн тамақ істемеймін деп. Так что это того стоит. Дубай Маринада өзіміздің қазан плов кафесінен частичка Казахстана деп плов жеп алдық. Одан кейін отельде регистр жасаймыз дегенше осылай самолетте берген сыйлықтарды қарап отырдық. Балаларға өте качественный сыйлықтар берілді. Даже менің кішкентай бөпеме дейін осы носкилері өте качественный болды. Бірақ Қазақстанға қайтқан кезде мұндай сапалы заттар болмады почему-то. Өкінішке орай, наверное, өзіміздікі қоя салшы деген шығар. Қазақстанға өзіміздікілер ғана қайтады деген сияқты. Біздің отель прям центрде орналасқан, Джумейра Бич, нағыз туристердің мекені. Бір жағына қарасан қала қайнап тұр, а екінші жағы пляж сразу. Бірінші күні демалып, полностью восстановились. Отельдің өзінде по городу қыдыртатын турлар болады. Отельдің өзінде. Соны сатып алдық. 2 семья болғанбыз. Әр семьядан $580 где-то шығатын болды. Негізінен $700-800 деп тұрды. Бірақ саудалассаң түсіреді екен бағасын. Өте жақсы баға алдық. Біз Дубай Молл, Абу-Даби океанариум, Warner Brothers и сафариге баратын болдық, еще айтпақшы. Ағасы апарып алып келу, еще тамағы бар иногда. Барлығы сол $580 ішінде болды. Екінші күні бастадық қыдыруды, Дубай Моллға бардық. Азына кешке дейін сонда болдық. Яғни Дубай Моллда именно океанариумға бардық. Бірінші этажда просто арка болады екен. Фотосессия жасап аласың мұнда. Потом сені екінші этажға жібереді. Ол жақ мүлдем бөлек. Прям жан-жақтың бәрі аквариум, балықтар толған, су деген мөп-мөлдір, тап-таза прям. Маленькие рыбки, но для них очень огромный океан. Join us at Dubai Aquarium, where we dive deeper into
Krokodilді көріп тұрсыздар ма? Какой большой! Бурж-Халифа тура осы Дубай молдың жанында екен. Специально выходтан шығып фотосессия жасап аласың. Жан-жағы өте әдемі ғой, андай үлкен сәулем зданиялар, прям видео киноларда көріп жүрген көрініс сияқты. Потом ішіне кіріп знаменитый водопадқа келдік обратно. Осымен Дубай мол бітті жалпы. Мен пляжды көрсетейін сіздерге. Сразу отельден лифттен түсесің, прям қалаға шығасың. А сен купальниктесің. Бізге біртүрлі болып көрінді негізінде. Бірақ ол жақта мүлдем киім-кешекке қарамайды екен. Что хочешь, то и одеваешь. Хорошо, ана жерде батуттар бар. Күшті. А вы заплатили? Мына көріністі қараңыздар, қандай күшті, иә. Это вообще нереально. Мен осы видеоны монтаждап отырып, мына видеоларды қарап, реально күшті жерге барып келіппіз ғой деп өзім таңғалып отырмын. Прям фото-видеоларда көріп жүрген затымызды өз көзімізбен көрген, это вообще нереально. Ары қарай біз Абу-Дабиге кеттік уже келесі күндері. Бағана біз Дубай Мол океанариумға келдік қой. Енді мынау Абу-Дабидегі океанариум, яғни Sea World деп аталады, подводный мир. Бұл жақ енді вообще другой мир. Реально сен кірген кезде үлкен холл болады осындай. Бұл жақта тау, тас, су, осындай бір пейзаж, эффекттер, да, нереальный. Осындай аркалар болады. Өте үлкен. Жалпы айтып кетейін, бұл қалай вообще бұл жерде. Кірген кезде сол бағана мен айтқандағыдай осылай кіре бересің, әр осы кірілген жерлерде осындай не тұрады. Үлкен бір холл тұрады, да, как бы, видите? Жан барлығы қандай үлкен. И осы холлдан бастап бөлімшелер кетеді. Аттракционный бөлімше, там подводный мир, корабль. Сен корабльдің ішінде жүресің, и там судың ішінде корабльдің, то есть судың ішіндегі корабльде жүрген сияқты өзіңді сезінесің. И бұның барлығы тегін. Яғни сен ең бірінші кірген кезде бір ақша төлейсің. Біз ол ақшаны уже турға төлеп қойдық. Тур алған кезде турға уже төлеп қойдық біз $580. Соның ішінде болды бұл бағаларының барлығы. Сол бір ғана ақша төлейсің, болды. Осы бөлімшелердің барлығына кіріп жүре бересің. Еще аттракциондар бар, ол аттракциондарға да любойна кіріп отырып ойнай бересің. Сондай.
мына көріністі қараңыздаршы, вообще үлкен ғой, вот это корабль осы. Кәдімгі корабльдің ішінде кабинкада отырған нелер жасап қойған, прям бөлімшелер. Это нереально суперски. Қарап отыра бергім келеді, ана суды ше, прям андай неше түрлі балық, акула, барлығы бар да, прям скаттар өте көп екен. Мұнда еще кафе жасап қойған, көрдіңіздер ме? Кафеге отырып, чай ішіп отыра бересің. Өте күшті. Потом животныйлар, я осындай. И потом не бір дельфин шоу осында болды. Дельфин шоуға келдік. Тоже өте күшті болды. Морской емес, анау мұзды суық жерлерде өмір сүретін морской кит дейма, сондай бір нәрсе болды мұнда. Тоже экспонат дейма, анандай корабль қойып қояды, там, не знаю, вертолет қойып қояды, сондай да. И реально сол тау тастың ішінде жүрген сияқты өзіңді сезінесің. Өте спецэффект деген енді қоя бер, прям суперски. Көрдіңіздер ме, мына кабинкалар осындай реально күшті жерлерді жасап қояды. Қазір дельфин шоу көреміз. Это нереально круто. Дельфин шоудан шыққаннан кейін жыладым ғой. Эмоциямды, как кажется, осылай шығардым ау деймін, ішімдегі переполненный эмоциямды. Осылай керемет болды. Осы Абу-Даби океанариум. Біз бұл океанариумның даже 10%-ын жөнді қараған жоқпыз, айтайын, насколько он большой. Потому что уже бізге Warner Brothers'қа кету керек болды. Сол үшін біз шығып кеттік Warner Brothers'ке. Қараңыздар енді. Дубай Молл океанариум, я, средненький болды. Абу-Даби океанариум тоже может быть средненький. Warner Brothers'ның қасында. Яғни Warner Brothers это вообще 2-3 есе үлкен. Потому что там
развлекательный центр ғой бұл, для именно балаларға арналған да, үлкендерге де арналған. И үлкен ғой іші, прям целый город. Қараңыздаршы. Кірген кезде осындай үлкен холл, бұл жақта әр жарты сағатта сайын, 1 сағат сайын осындай көрініс болып тұрады. Бұл жерде Marvel солардың нелерін, персонаждарын көрсетеді, таныстырады. Көрдіңіздер ма? Флэш, там что там еще есть, в общем, солардың барлығын көрсетеді. И не істейді? Фотосессия жасайды. Қараңыздар, бір ақшаны қалай тауып отыр деймін да. Костюм сатып алды, күшті қылып, костюм не істеп алды, спецэффект, анау бәрін жасап қояды. И каждый 1 сағат сайын осындай адамдар келеді, и барлық балалар фанаттар ғой, прям суретке түскісі келеді. Бэтмен, Чудо-женщина. Суретке түскісі келеді. Ана суретке түсетін жерде очередь прямшы, и қалай ақша тауып жатыр деймін да. Яғни әр сағат сайын сен очередьте где-то 200-300 адамдар болады, которые осылай суретке түсем дегенше. И миллиондап ақша тауып жатыр да. Сон мен вообще таң қаламын да, машаллах деймін да. Қалай бір кішкене нәрсені ақшаға айналдыруды біледі деймін да. Хотя бұл жерде еш нәрсе істемейді. Осылай әшін көрсетеді, таныстырады өздерін. Потом, все, давайте фотоға түсеміз дейді. Міне қараңыздар, уже фотоға түсуге дайындалып жатыр барлығы. И осы холлдан ары қарай, как обычно, бөлімшелер кетеді. И әр бөлімше әр түрлі. Біреу детский үйлерге арналған, біреулер осындай экспонаттар, әр түрлі нелер, не дейді, аттракциондар осында болады, прям күшті, реально. И қараңыздар, осындай үйшіктер көп болады. Бір бөлімшеде осындай үйшіктер. Скуби-ду, Том и Джерри, сондайлардың үйшіктері тұрады. И сол үйге кіресің ғой, қараңыздар, на үйлерді прям күшті. И сол үйге кіресің ғой, үйде кәдімгідей диван, кухня, солай істеп қойған кәдімгідей. И осылай по очереди біз Том и Джерридің үйіне кірдік. И осылай по очереди кішкентай үйге, кішкентай есіктен кіресің. Мен соған таңғалдым да. И іші үлкен ғой. Осылай жүреміз, там спальня, кухня, холл, да, там барлығы жер. Осылай келеміз да, и очередке тоқталамыз. И на жерде очередь, и ар жағында не, горка сондайлар тұрады ғой. Мынау страшилка бөлімі. Комната страха, американские горки, тоже мынандай үйлерге кіресің кәдімгідей. И там темнотаға неге кірген кезде вроде еш нәрсе жоқ деп ойлайсың, бірақ ішіне кірген кезде үлкен бір американский горка, бір нәрселер тұрады ғой. Прям нереально күшті да. Бұл жақта да Warner Brothersқа кірген кезде бір ақша төлейсің, болды. И бүкіл аттракционға тегін кіре бересің. Сонысы күшті екен, ұнады. И спокойно қыдыра бересің да. Сөйтіп біз кештетіп үйге қайттық. Кешкі Дубай, мынау керемет, прям кешке салқын деп ойлайсың, бірақ кешке салқын емес. Күндіз қандай ыстық болса, кешке де тура сондай ыстық. Так что это нормально. Кешкі серуенге шықтық, Дубай Марина жаққа бардық. Прям күшті қайықтарды көрдік. Қайықтың ішіне кіріп кабинкаларын көрдік. Қандай екен. Бәрі керемет болды. Ары қарай көре берерсіздер. Осымен соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Иншаллах пайдалы болды деп ойлаймын. Дубайға барсаңыздар, отельмен болсын, басқа нәрсе болсын, саудалассаңыздар, жақсы кішпейіл болып сөйлесіп, жақсы сөйлесіп сөйтсеңіздер, барлығы уступка жасайды екен. Мен соны түсіндім. Саудалассаң да күшті бағаға түсіріп береді, вообще ешқандай проблем жоқ оларда. Қаншаға алғың келеді, айтшы дейді өзі. Сөйтіп любой бір бағаны айтасың, сол бағаға саған бере салады. Яғни осындай қайық бір жерлерге кіретін болсаң, например, сол үшін саудаласудан еш қорықпаңыздар. Саудаласып жақсы
саяхатқа барып келіңіздер, Құдай қаласа. Өте керемет, бір барып келуге стоит. Вообще нереально. Адамдар вообще басқаша. Өте сондай қызметке дайын тұрады, көмектесейін, не істеу керек, не қажет деп. Сонысы маған өте қатты ұнады. Сол үшін барыңыздар, көріңіздер. Сіздерге де жұғысты болсын. Сау болыңыздар.